Тілек ғой. Еркелеткен еркемді, еркелетсең еркен ай. Бұл ана жеңгесінің немесе әпкесінің апасының күйеу балаға айтады ғой, біздің еркелеп өсірген баламызды әрмен қарай еркелетсең еркен ай. Деп соған енді күйеу балаға құлақ қағыз, қызға арнау ғой. Сөйтіп, сөзімді сөйтіп орайластырып шығарған. Медет пен Клара өздері сөздерін сондай айтып, сондай жазғызып, сөйтіп дайындады ғой. Тамаша. Тамаша. Қане? Өзінің жалғыз түйір қызын күйеуге шығып бара жатқан кезде өз айтқаны бар еді. Еркем, 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 еркелеткен еркелетсе екен ай. Сол кезде түсінбегенмін да, қыздарымыз өсіп келе жатқанда Қанат ағамыздың жан дүниесін оқыған кезде жаңағы сөз миыма келеді ғой. Ол кезде кішкентай баламыз, әпкем күйеуге шығып жатыр, сол кезде әкемнің ойын сол кезде сөйтсе еркелетсе екен ай дейді. Әкенің бар арманы сол, қыздың бақытты болғаны. Шіркін, ал кеттік. Қол бұлғап отырыңыздар, парақшада 10 шақты адам бар еді.